Қайырлы күн, қалайсыңдар? Бүгін біз кешкі асқа бір ерекше тамақ дайындап көреміз. Ол үшін бізге осындай ірі макарондар қажет. Макаронымызды тартып салып дайындап көреміз. Одан ет алдым. Бізге жұмыртқа, мындай фарш шығарып қойдым. Мында картошкалар бар. Қазанымызды алып, картошкамызды ашып, салатын боламыз. Картошкамызды қойып пісіріп береміз. Пісіп болған дейінше фаршымызды макаронымызға салып дайындаймыз. Бірінші рет істеп көріп жатырмын, қалай шығады екен. Өзіме де қызық болып тұр. Балдар ал жақта қызық көріп жатыр менің сөйлегенім. Негізі видео түсіру оңай емес. Балдарды ар жаққа тығып қойып, шуламасын деп солай түсіріп жатырмық енді. Күнде не пісірем деп басымызға тұрамыз ғой. Бүгін бір ерекше тамақ болсын деп отырмын. Макарондарды алдында алып қойғанмын. Енді ғана қолым тиіп жатыр соны пісіруге. Біздің бір проблемамыз осы тамақ қой. Не пісірем деп. Жалпы сендерде де солай ма? Тамақ күнделік не пісірем деген ой мазалайды. Солай ғой, иә, аналар, келіншектер. Осылай. Бөліп аламызды. Жуып суын қойып, газға қоямыз. Газға қойайын. Ал біз қазанымыз қайнай дегенше фаршымызды дайындаймыз. Толқынын тартып фаршымызға жұмыртқамызды салып, бұрышымызды саламыз. Бұрыш саламыз. Араластырып
салган дұрыс. Май болады өзімізге. Осындай мешок алып алдым, кондитерді. Осыны тегізіп, осыған шашын салып алатын боламын. Осыны көмейден шашынды макарондардың ішіне салатын боламыз. Енді қолмен істей берем. Өзім жеймін осыда. Макаронды салып шығатын боламыз. Қатты толтырмаған дұрыс шығар, иә. Салып шығамыз. Енді осындай начинка жасалған жатыр. Сорпаға салаты. Майды қыздырып қойдым. Салатын боламын. Шыжуаны саламыз. Қазанды қойып жатыр. Начинкамыз пісіп қалды. Енді қазанымызға құятын боламыз. Құйдым. Енді бар салған макарондарымызды саламыз. Аппетитный болып көрініп тұр. Дәмді болып шығатын сияқты. Салдық. Енді баяуытта қайнатамыз. 15-20 минуттай қайнаса пісіп қалатын шығар. Қыздар, біздің тамағымыз дайын болды. Осылай болып шықты. Қазір салып жеп көретін боламыз.
Farşı tөгілмей күшті тұрды әлімде ішінде. Как пельмен сияқты болады екен. Күшті дәм. Ал бізге ас болсын. Жасап көріңдер, күшті шығады екен.